Арай, у тебя дар деген нәрсе басталды. Ауру деген нәрсе, менің ойымша, бұл адамды ояту деген сөз. Яғни жаңа есік ашылады дедіңіз ғой. Ол нәрседе бір тәлім де жоқ, тәрбие де жоқ. Біздің әкеміз көрсетпейтін еді. Тіпті психиатриялық аурухананың невроз бөлімі бар. Сол жақта неге емделмейді? Бүткіл үйге келсем, бүткіл нәрсенің бәрін сатып жіберген. Адамның жанына батқан кезде дәл сіз сияқты энерготерапевттерді іздейтін шығар, иә? Ойбай, сенің әкең сені бұндай жерден көрем демеп еді ғой. Саған керек емес еді ғой деп. Өртеніп кетеді. Бірақ сол өртенген кезде менің ішімде қатты қуаныш болады. Бүгінде қанша адамды емдеп шығардыңыз? Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім? Арнамызға әдеттегідей лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Мен өздеріңізбен кезекті рет қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін менің арнамның арнайы айдарының қонағы студияға келіп отыр. Таныс болыңыздар. Энерготерапевт, 25 жылдық тәжірибесі бар массажист, табысты кәсіпкер, Алматыдағы массаж орталығының негізін қалаушы, сауықтыру лагерін құрушы және мендегі мистика деп аталатын YouTube арнаның авторы Арай Жүнісова келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Арай? Саламатсыз ба? Қош көрдік. Көргеніме өте қуаныштымын. Менің арнамда бұрын соңды мұндай әңгіме болған жоқ. Энерготерапия, массаж жайлы, бірақ бұл кез келген адамға өте керекті кеңестер деп ойлаймын. Сондықтан сізді эксперт ретінде қонақ қылып отырмыз бүгін. Рахмет. Бұл жолға қалай түстіңіз? Қандай отбасынан шыққан адамсыз? Негізі толыққанды отбасынан шыққанмын, оқыдық, одан кейін барып жақсы жерде оқыдым деп айта аламын. Мен Алматы қаласында, мен ауылды жерде оқымадым, мен Алматы қаласында оқып бітірдім. Сөйтіп енді барлық адамдар сияқты арман қуған кездерім болды. Негізгі арманым Америкаға кету болған. Сондықтан мен кішкентай кезімнен шет тіл мектебінде оқыдым. Осы жерде кішкентайымнан араб, ағылшын, түрік тілдерін толық меңгеріп шықтым. Сөйтіп кетемін деп жүрген кезімде менің әкем өмірден өтеді, аяқ астынан. Содан кейін арманым кішкене тоқтай тұрады. Тоқтатып қоямыз. Одан кейін барып сол бір жүрген кезде мені алып қашады. Біздің қазақтың дәстүрі деп айтасың ба, енді сол кездегі енді білмеймін. Ендігі қазіргі кезде тозығы жеткен дәстүр деп айтуға болады. Тозығы жеткен дәстүр, бірақ 2000 жылдары ол нормальный нәрсе болып қалыптасқан сияқты, енді білмеймін. Сол кезде мен алып қашқан кезде менің арманым күл-талқаны шықты. Күл-талқаны шықты. Мен Алматының бір жігітіне емес, мен бір ауылдың жеріне барып түстім. Сол кезде менің ішкі бала кезімнен келатқан нәрсенің бәрі күл-талқан болды. Бұл қалай болады деген сияқты. Бірақ мен сразу шешім қабылдап, мен бұл жерде қалмаймын деген нәрсені айттым, ашып. Туғаныма да, туысыма да бәріне. Бірақ менің әкем бір жыл бұрын өткеннен кейін қазақтың сөзі сүйектен өтеді. Сен осы жерден аттап кететін болсаң, сенің әкеңнің сүйегі күңіренеді деді. Әруағы күңіренеді деген сөз мені тоқтатты. Өйткені мен әкемнің жекеменшік қызы едім. Сондықтан мен сол сөз аттап кете алмадым, сонымен қалдым. Осы ішімде бүткіл арман мақсат қалды. Ананың бәрі жара болып атқан ешкім мені түсінген жоқ. Ол жаңағы үйіне ертіп әкелген еркек деп айтайын. Қазір енді қызымның әкесі, бірақ дегенмен де ол маған бөтен еркек. Оған айтсаң ол түсінбейді. Сен енді байдың баласысың ғой деген сияқты әңгіме айтады. Сол кезде адамның арман мақсаты болу үшін бір обязательно байдың баласы болу керек деген бір түсініктері бар жерге түстім. Қанша жыл тұрдыңыз? Бір жыл ғана тұрдым. 2 жыл тұрдым. 2 жыл тұрдым. 2 жылдың ішінде мен ауырдым. Әрине. Сол бір сәтте. Өйткені мен бұны өзімнің де мамама барып айттым. Мама дедім, мынау болмайтын сияқты. Деп, жоқ, ел жұрт не дейді деген сөз бар ауылда. Қиянат қой, адам жанына, тәніне қиянат. Ел жұрт не дейді деген сөз бар. Мына жақта ата-енеме айтамын, жоқ, оларды үлкен кісілер, ол как будто солай болу керек деген нәрсені менің басыма кигізе берді. Бірақ менің ішкі жан таласым, ол бұлай болмау керек қой деген менде бір сұрақ болды ішімде. Менде всегда сұрақ болды. Ана отбасының тәлім тәрбиесі болып жатқан. Бұлардың әкелген ұрпақтары қалай болады деген, бұлар егер менің арманымды орындай алмасам, менен шыққан бала қалай болады деген менде сұрақтарды мен 20 жасымнан қойдым. Мен ерте есейдім сол бір сәттерде. Бұл ол сұрақтың жауабын ешкім бермейді. Ешкім бермегеннен кейін, ешкім сенімен сөйлеспегеннен кейін бұл нәрсе менің ішіме түсті. Содан менің аяғым ауырлады, сөйтіп жүрген кезде, в общем, болмайды деді енді кетуге. Ол бала әкесіз өссе сұмдық болады деді. Енді мен өзім толыққан семьядан шыққаннан кейін ойладым, мүмкін ол сұмдық шығар. Деді, мен осы жерде қалу керек шығар деген. Бірақ сол менің ұйқымды бұзды. Мен күндіз түні сондай нәрсе болды. Мен кетем деген шешім қабылдадым. Мені қолдай ма адамдар, қолдамай ма, бір енді негізгі
болу керек болды кетуге. Енді ең бірінші менің шешім қабылдаған кезім, өзіме сұрақ қойған кезім, бұлар әкелері дастарханға отырмай, бата бермей тамақ ішетін отбасы екен. Мені қатты таңғалдырды. Менің отбасымда ондай жоқ еді. Біздің әкеміз кешіксе де, біз арнайы тамақты құйып қойып, одан кейін ішетін едік деген бізде түсінік бар еді. Әкеміз қайда деген. Бұл семьяда ондай жоқ екен. Бір күні папалары кешігіп келген кезде, жаңағы баласы жағасынан алып, менің жаңа қызымның әкесі, сен қайда жүрсің, қатындарға барып жүрсің, әкеге осындай нәрсе қойғанда, сол кезде мен дастархан басында отырып қатты ойландым да өзіме сұрақ қойдым. Сол кезде мені өмір ерте сөйтіп деп ойлаймын. Мен қандай тұқымда әкелейін деп жатырмын деген сұрақ қойдым мен өзіме. Өзі аяғым ауыр. Сосын ойладым, мен мына тәрбиені өзгерте аламын ба негізінде? Мен кіммін өзі деген сұрақтар қатты болды. Яғни әкеге қол көтеру мен үшін потолок болды. Кетуіме себепкер болған осы болды. Бірақ кімге айтсаң да айтады, ой енді өздерінің тәрбиесі сондай, сенің нең бар деп. Мен барып тұрмын ғой ол жерге. Мен ол жерде уже олардың ұрпағын көбейтетін адам болғаннан кейін ол ұрпаққа мен жауаптымын ғой ары қарай деген сұрақтар мені жас кезімнен мазалады. Осы сұрақ менің ішіме күйік болып түсті. Содан кейін барып мен қызымды өмірге әкелдім. Бірақ сонда да кетем деген нәрсе болды менің ішімде. Мен ары қарай бала өмірге әкелмей қояйыншы деп Құдайға айта бастадым мен уже. Менің шамам келмейтін сияқты мынаны өзгертуге деген сияқты. Өйткені әкеге қол көтеру олар үшін нормально. Отырған апаға жаңағы енеме, это нормально. Қайнағаларым, қайынбикелерім оларға нормально. Мен үшін қатты ненормально болды. Одан кейінге кетуге бел байлаған кезім, қызыма көйлек алғым келді. Өмірге келгеннен кейін. Сол кезде мен жаңағы кімге айтпаймын енді әкесіне. Сөйтсем, енем айтады, не істейсің сен ол дейді, сүйетін балаға көйлек алып дейді. Менің қызым бар күйеуге тиген дейді. Соны кигіз дейді. Сосын айттым, қалай дедім, біз тепсе темір үзетін жастамыз. Мен 20-дамын. Мына еркек 25-те. Өмірге келген бірақ бала. Соған біз неужели біз біреудің киімін кигіземіз деген сұрақ та болды. Оларға нормально болды. Үйіп киімдер әкелді. Сол кезде айттым, жоқ дедім, мен кигізбеймін дедім. Мен лучше өзім әке-шешеме хабарласайын деп Алматыда әпкем айттым мен. Мыналар өте біртүрлі семья екен дедім. Сендер қалай істейсіңдер? Менің қызымның хотя бы денесіне тиетін маған жаңа киім керек дедім. Әкеп берді әпкем. Сол кезде бұларға соғыс басталды. Сол кезде айттым, мүмкін сырт киім кигізетін шығарсыңдар дедім. Но денеге тиетін киімді кигізбеймін дедім. Сол кезде мен айттым, менің әкем дедім, арзан болса да жаңа киім кигіз, бала жаңаға ұмтылады деген сөзі бар еді дедім. Қандай даналық, иә. Деп айтқан еді менің әкем. Сөйтіп біз көрші қолаң бірдеңкенің киімін кимей өскенбіз. Енді біз оны баламызға істемейік па енді? Олар оны қабылдай алмайды. Ол бала сиет шат дейді. Жоқ, ол жаңа нәрсеге сипті шыға болма деген. Менде сұрақтар пайда болады. Өзінікі болмай ма? Иә. Оларда это нормально. Вот осындай нәрселер мені осы ауруға алып келіп тықты. Соңында мен ауырдым. Содан екінші рет аяғың ауырласты деді маған. Содан кейін мен енді кеуде болғаннан кейін ауылдың врачтары да солай ойлайды екен. Кеуде болған адам тек қана 2 қабат болады. Оның ішінде ауру болады деп ойламайды екен. Мен барам, менің қызымның мұрнынан қан кетеді бір күн емізіп отқан кезімде. Содан ешкімге де қарамай мен жүгіріп отырып бармайын ба сол жердің медпунктына. Айттым, менің қызымның мұрнынан қан кетіп жатыр деп. Ой, сүтің бұзылған дейді. Сүт бұзылған кезде солай баланың мұрнынан қан кетеді. Сен аяғың ауырлап қалған ғой дейді. Менің ішім действительно ауырып жүрген. Сосын мен айттым, менің ішім ауырып жүрген, анама срочно шығар баланы емшектен деді. Жарайды деп жүгіріп отырып барам мен енеме. Ойбай, осындай екен деп. Ой, жақсы болды әке баланы дейді. Алады бұлар баланы, бірақ менің ішімнің өсуі тоқтаған жоқ. Күннен күнге бірден өсіп жатыр. Күннен күнге ішімде тас тұрған сияқты. Сосын мен айтам, жаңа күйеуіме де айтам, енеме де айтам, менде осындай жағдай болып жатыр. Ой, сен шош қалғансың. Саған көз тиген. Сосын айтам, маған кімнің көз тиеді? Мен забордан шықпаймын. Шықсам катастрофа оларда. Сондай екен. Келін сыртқа шығуға болмайды. Ол бір адам сол жерге келген, сол семьяның үйін жинайтын, тамағын жасайтын, бұл келіннің бірдеңкесі бар ма деп сұрап атқан, сенің жағдайың сұрап атқан ешкім жоқ. Жұмыс күші әйтеуір. Иә, сондай болып жүреткенсің. Содан кейін солай деді, одан кейін барып маған айтты, крыслоға шығарды гинекологтар. Ой, я деді, она не заметила деген сияқты нәрселерді айтты, бала еміз жүріп білмей қалған деп. Мен де соған сендім. Бірақ менің ішімдегі нәрсені күнде өскенін айттым мен бұларға. Ешкім мені тыңдаған жоқ, күнде қазақилыққа салынды, бірдеңкемен ұрды мені. Тәуіптерге? Тәуіптер бар, өздері тәуіп семья, өздері дем салып тұрады жиі, бірақ ана нәрсе қойған жоқ. Ол нәрсе қоймаған аздай мен жаман түс көре бастадым. Түсімде мені өлтіреді біреулер. Мен қашып шығам, мен қызым қалып қалады. Қызым үшін қайта келем. Осындай нәрселер көбейе берді. Бір моментте УЗИ деген нәрсе, ол 2000 жылдары ғасырына бір рет келе ма, сондай өзі. Білмеймін енді жаңадан күйеуге тиген, білмеймін ғой УЗИ деген не екен. Сол кезде айтты, орталыққа барып УЗИға түсу керек сізге деді. Ішім уже былай. Ойбай. Содан кейін барып түсем,
Сол кезде бір орыс гинеколог, қазақ десе көзіміз кетеді, мен осы қателестіріп әкеп тұрғанның бәрі қазақтар, мамандар. Мені сол кезде бір орыс қарады да айтты, мынаның жағдайы онша емес сияқты, УЗИ-ға түсіріңдерші деді. Сол кезде су ішеміз, су ішіп барып кіреміз жаңағы УЗИ-ға, мен су ішуге жағдайым болған жоқ, мен құлап қалдым сол жерде. Бүткіл ел мені ұстап алды, короче, сөйтті да сразу бұлар неге алып барды, гинекологқа, креслоға. Сол кезде айтты, у нее же матка чистая деді. Кто ее сюда отправил деді. Содан аяғы ауыр емес. Аяғым ауыр емес. Өсіп жатқан басқа нәрсе. Іш нандай уже. Нандай. Мен уже жүре алмаймын ыңқылдап. Мен айтып жатырмын бүткіл елге. Бірақ почему-то күйеуі бар адам тек қана ауыр аяқ болады деген түсінік бар бұл ауыл жерде. Күйеуіңіз қасыңызда жүр ме? Қасымда жүр. Иә, қасымда жүр ол да. Ол айтады, осылай, енді осындай болады екінші рет болғанда деп. Ол да как будто бір өмір көрген сияқты маған түсіндіреді. Потому что мамасының айтқанын айтады да. Ол да бірінші рет әйел алып тұр ғой. Мүмкін бұлай шығар деген жоқ. Сол кезде білдім аяғым ауыр аяқ емес екенін. Тура сол күні менің күйеуім бармайды менімен бірге, менің әпкем барады. Сөйтіп келмеймін ба енді, менің аяғым ауыр емес екен, менің ішімде басқа бірдеңке бар екен. Бұлар енді жабайылық деп айтам ба, надандық деп айтам ба білмеймін. Жоқ дейді. Сен әпкеммен барып аборт жасайын деп ойланып келгенсің дейді маған. Вот қандай надандық деймін да. Мен уже басым айланады. Мен күнде қандай түс көргенімді айтам, аборт жасап ажырасайын деп жүрсің сен дейді. Сосын айттым, барып тексеріңдер, міне УЗИ-дің қағазы. УЗИ-да все мутно деп тұр. Все мутно, короче, отправляем в онкологию деген қағаз берді маған. Все под запросом деді. Анжеле бүткіл главврач келді, анауын без операции неизбежно. Белгісіздік пайда болды. Сөйтіп мені онкологияға жібереді. Алматыға онкологияға келем. Онкологияға келген кезде анализдің бәрі ішімде қатты бір өзгерістер болып жатыр, обострение жүріп жатыр, соя 65-ке көтеріліп кеткен. Бірақ ауыр аяқ емес, не бар бұл жерде деді. УЗИ бүткіл органдар мутный деді. Біз ештеңе айта алмаймыз деді. Сонымен без операция неизбежно деді. Сонымен маған операция жасады. Ашып көру керек. Ашып көру керек болды. Басқа вариант жоқ. Ашайын десе бүткіл неге организмге 9 айдан бері 6-7 айында ма барған шығармын. Сол кезде денем іріп кеткен. Олардың айтуы бойынша кесетін жер жоқ. Кесетін жер бір ғана матка, потому что мен жақында босанғам. Болды, матканы кесіп көреміз деді. Сонымен ашады сол жерде матканы. Ашқан кезде ашады да жабады. Өйткені бүткіл орган іріңдеп кеткен түгел дейді. Сонымен мамамдарға бәріне айтады, болды, 3 ай өмірі қалды, у нее онкология оказывается. Сендер білмей қалғасыңдар, уақыт өткізіп алғасыңдар, уже последний стадия. Сол үшін келіссеңдер дейді. Мен ол кезде білмеймін, енді операция жасқан кезім үйдегілерге шығып айтқан, келіссеңдер біз осы жерде двойная доза химия салып берейік, хотя бы 3 ай өмір сүрсін деген әңгіме айтылады. Мамамдар байқұстар не істейді енді? Хотя бы 3 ай өмір сүрсін деп келіседі. Жарайды деп келіседі бәрі. Сонымен 11 айлық қызым, қыз 11 айлық қалды ол емшекте. Сөйтіп мен барам, салғаннан кейін мен операциядан шыққан кезімде мен 25 килограмм болып ояндым. 25 килограмм болып ояндым. Жүдеп кеткем, жаңағы ішімдегі 10 литр су екен, іріңдеп кеткен. Оны алған кезімде мен 25 килограмм болып оянам. Содан палатаға келем мен. 25 килограмм екенімді білмеймін мен ол кезде әлі. Двойная доза химия салғаннан кейін енді ол заманда қандай екенін білмеймін. Кейін зерттеп көрсем олай салуға болмайды екен вообще. Сол заманда қалай салғанын білмеймін. Тұрған кезде уже шаш жоқ, кірпік жоқ, тері түсіп жатыр. Осылайынан ояндым мен. Осылайынан ояндым. Катетерде жатырмын, бір білем есімді, бір білмеймін. Бүткіл профессор келді. Содан мамам әкемнен қалған бүткіл дүниені сатып Москвадан профессор алдыртты. Қалайша бұл біздің тұқымда жоқ ауру деген бар ғой енді бізде қазақта. Осы депрессия ішіңнен жанып атсың деген ештеңке жоқ. Бірақ біздің тұқымда жоқ деген нәрсе бар. Сонымен не керек? Бүткіл дүниені сатады, бүткіл туған туыс бәрі последний нәрселерін сатып, бұлар Москвадан профессор алдыртады. Барлық мен деген онкологтардың бәрін әкеледі. Сол кезде бәрі айтады, қағазға қарап, болды дейді. Осылай. Мен оны естимін уже. Мен бір білем есімді, бір білмеймін. Как будто маған естіртпеген сияқты болып жатыр. Енді жыбыр, но мен білдім, өмірі бітті деген сөзді. Мен туған туысым да, мамам да бәрі көнді врачтың айтқанына. Бәрі көнді, осылай бопты енді, өмірі осылай екен деп. Сол моментте мен бір моментте Құдайға сұрақ қойдым. Мен 2 классынан араб тілін оқыдым. Мен дзюдодан қатыстым 2 классынан. Мен 5 классында по всему Қазақстан чемпион болдым. Одан кейін мен КТЛ оқыдым. Мен бәленбай тілді меңгердім. Менің өмірім мына қызды өмірге әкеп, оны до конца емізбейші өліп кету ма деген сұрақты қойдым мен Құдай. Бар жоқ осы. Бар осы ма сол кезде мені келіп кеткенімде мен не үшін сонша білім алдым дедім. Например, менің әкем мені оқытқан кезде өзі инвалидін салған екен. Оны біз білмейміз, өмірден кеткен кезінде ғана білдік. Енді бала болдық. Сол кезде өзінің пенсиясының жартысын прям жинап, арайды Америкаға
Америкада оқытам деген екен, өзінің денсаулығына салмай. Оны кейін білдік қой, қайтқан кезінде, ойбай әкеңнің арманы болған деген сияқты. И сол кезде мен Құдайға айттым, сол кезде әкем денсаулығымен рисковать етті мен оқу үшін. Енді мен оқыған кездегі менің өмірім осы ма деген ең бірінші сұрақты қойдым мен осылайна. И бәрі сенді, көнді. Короче, мен реанимацияда жатырмын, терезеден қараймын, алар мені одеял төсеп алған, жаңа қою шайларын әкеп алып, бүткіл туған туысқан менің сүйегімді әкетуге дайындалды. Күнде врачтар келіп тексереді мені. Бірақ сол кезде мен өлмейтініме сендім. Мен ғана сендім, но маған ешкім сенген жоқ. Бітті, осылайынан анау 25 келі болып жатып, сіздегі кеудеңіздегі жанды айтсаңызшы, мен өмір сүрем деп отырған. Мен айттым, мен өле алмаймын бұлай дедім. Қалай ол? Деген сұрақ болды менде. И мен барлық сұрағымды Құдайға қойдым да, бір моментте мен қиялға кеттім. Сол кезде мен как будто қызымды кәдімгідей үлкен үйден ұзататындай бір состояниеге түстім. Как будто қызым ұзатылып атқан. Ол 11 айлық болып қалды. Жоқ, ол көз алдымда өсірдім. Жоқ дедім, ол әкесі одан отказ беріп кетті. Енді мен қалдым ода деп сөйтіп бәрін сөйтіп ойлап бір моментте қызымды ұзататындай болдым. Ол сұраққа қалай келдім? Өйткені мамамдар келеді ғой енді күнде. Сосын мен қызымды сұраймын. Сосын мамам айтады, нең бар ода дейді. Оның қарны тоқ дейді. Сен қалайсың дейді. Сол кезде мен ойландым. Менің мамама мен керек екем дедім. А менің қызым керек емес екен. Сол кезде түсіндім мен соны больницада төсек тарып жатқанда. Ана қызға мен керек екем дедім. Сол нәрсе мені оятты. Айттым, жоқ, мен бұл қызды өзім ұзатпасам болмайды екен дедім. Сол кезде қайын жұртым сразу менен отказ берді. Бізге ауру адам керек жоқ деді. Басқа қатын әпереміз біз баламызға. Баламыз өмір бақи ауру қатынмен алыспайды деді. Енді үлкен кісілер прямо осылай сөйледі. Соң кейін мен ойланам да, енді 3 ай өмірі қалды дейді. Шыдайсызса болады ғой, енді шығар бері өлем ба бірдеңке болады ғой, енді не былай. Сосын кейін айттым. Сосын кейін енді жаңа қызым әкесімен кездескенде айтамын. Сендердің менен отказ бергендерің мені тұрғызды. Дедім. Өйткені мен всегда маған өлесің деп врач айтқан кезде мен ойлайтын, ана еркек жас әйел алып өмір сүреді, мен өлем, ол қалай деген сияқты. Мен де жаспын ғой деген. Мен 20 жастамын. Әділетсіздік қой. Мен де жаспын ғой деген нәрсе болды. Айттым, сендердің отказ бергендерің мен өмірден тұрғызды деп кейін оған сөйтіп кездескен кезінде айтсам, сен өлмейтініңді қаяқтан біледі дейді. Адамдар простой, қайдан білейін сенің өлмейтініңді? Елдер өледі деп жатыр ғой дейді. Айтам, өледі деп жатса да, сенің мойныңда жауапкершілік болу керек қой. Мен адамды әкеп едім, енді өлейін деп жатыр. Маған осындай адамдардың надандықтары мені аяққа тік тұрғызды деп айтсам болады. Бөлек әлемнің адамдары екен ғой, мүлдем. Өте. Бір кездерде вообще бөлек дегенде де мынандай, бұлар сериал көреді. Бір сол замандарда болды ғой бразильский. Айтам, мен көрмеймін. Бізге әкеміз рұқсат бермейтін сериал көруге. Ол өгізден күйеу баласы енесіне ғашық деген бір сериалдар болушы еді ғой. Ол нәрседе бір тәлім де жоқ, тәрбие де жоқ. Біздің әкеміз көрсетпейтін еді. Лучше біз мына кітапты оқиық, сосын ертең айтып беріңдер деген сияқты біздің көңілімізді аулайтын, бірақ әкеміз жұмысқа кеткен тығылып көретінбіз бүйтіп. Бірақ қатты берілмегеннен кейін запрет деген нәрсе болғаннан кейін біз оны көрмедік. Санаға мүлдем басқа нәрсе қойылған. Сол моментте біз көрмедік, арасында бетпетіп қашып көрдік, ол бізге қызық болмады. Бірақ ана үйге барғанда соны көру дәстүр. Оны көрмесең, сен ол семьяны менсінбейсің. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, мені сол менен бас тартқандары және қызымның тағдыры алаңдатқаннан кейін мен тұрдым орнымнан дедіңіз. Ал енді мынау энерготерапия, бүгінгі жасап жатқан кәсібіңізге қалай келдіңіз? Осы бір моментте қарыз болып шықтық. Қарыз болып шықтым мен, енді бүткіл үйге келсем, бүткіл нәрсенің бәрін сатып жіберген, сол нәрсемен келдім. Сіздің еміңізге деп. Бүткіл емге кеткен. Енді менің әкем мықты жұмыс істеген. Біз енді қиыншылық көрмей өскен балалармыз, бүткіл семьядағы бәріміз Алматыда оқытқан, сондай болғаннан кейін мен ондай тыр жалаңаш үйге келем деп ойлағам жоқ. Келген кезімде пол бәрі, үйдің бәрі, мамамнан сұраймын, қайдан ау деп. Хрусталь деген нәрсенің бәрі жоқ. Сосын айтсам, бәрі сенің дәріңе кетті деді. Сенің жаныңның аман қалғаны ғана керек болды бізге. Қанша уақыт ауырдыңыз? 1 жыл жаттым төсек тартып. 1 жыл жаттым. Содан кейін барып 1 жылдан кейін келгендегі осындай. Содан кейін барып мен уже ойлана бастадым. Менде уже сол кезде кінәлау басталды. Менің кесірімнен мынандай нәрсе болды деген. Психологически кінәлау басталды. Сөйтіп маған инвалидность берді по жизни. Мен инвалидностьтан бас тарттым. Өйткені қарыздың бәрі сұраған кезде мамам айтқан, қарай пенсияға шығады, пенсиясын сендерге берем деп, жаңа туған туысқанға. Келгеннен кейін мен бас тартам ғой одан. Бас тартқаннан кейін бәрі не айтарларын білмей қалады. Жаңа туғаны бар, туысы бар, көрші бар, қолаң бар, ол кезде енді проценттен процентке өсетін кездер. Жаңағы қарыз келген кезде мамамдар ескіліп алады, ашпа дейді. Біз не айтатынымызды білмейміз. Сен пенсия алғанда береді деп ойлап, сен де шықпай қойдың ғой пенсияға дейді. Ал әкемізден қалған жаңа мектепке бармаған 2 бала бар, солардың жаңағы көмек ақшасын жейміз. Басқа жоқ.
қалғанның бәрі қарыз болып кеткен, жаңа дипломның бәрін тастаған бауырларым бәрі жаңа қарызы құтылуға кіріскен ғой жан-жаққа. Біреуге жалдамалы болып кеткен деген сияқты. Сол моментте жаңағы бір қарыздар келгенде бір күні мамам айтты, мен мама деді, мына болмайды, ашайық мына есікті деп. Онда сен бірдеңке айт дейді, біз кеттік дейді. Содан есікті ашам, анау енді алыс емес, бәрі туған туыс, әкеміздің енді кезінде қолында бар кезінде көмектескен адамдар болғаннан кейін берген ғой енді. Бірақ енді сол моментте беру керек. Сол кезде жаңағы адамдар қатты қарғайды енді, мен білмеймін ол сөздерді. Мен енді қатты бір Алматыда оқығаннан кейін қатты ондай сөздерді тереңірек түсіне бермеймін. Сол кезде бір жаман нәрсе екенін білемін да. Сол кезде де менде сұрақ қою басталды. Қазір қалай неге келетінімді айтамын. Сол кезде мен Құдайға былай сұрақ қойдым. Құдай дедім, мына адамдар бізді құжаттан шығарды. Бірақ енді біз оларға беруіміз керек. Олар енді біздің жағдайымызды білмейтін шығар, может тығып тұр деп ойлайтын шығар. Бірақ сен білесің ғой біздің жағдайды деп айттым Құдайға. Неге мына адамдар бізге тоқтамай қарыздарын сұрайды? Болса беретінімізді білеміз ғой деп. Сол моментте менің ішімде қарыздан құтылатындай бір сезім болды. Бір сезім оларды. Мен ешкімге жеткізе алмаймын. Шаш жоқ, 25 килограмм сол күйде шықтым больницадан. Ешқандай оңалмадым. Шықтым, сосын мен мамама айтамын, мамам залда тығылып отыр. Жаңа кісі кетті, шығарып салдым, скоро береміз, міне жұмысқа барайын дедім. Ана менің түріме қарайды, байғұстар енді жандар ашиды. Сол бір моментте мамама келіп айтты, мама дедім, тым саспа дедім, скоро мен былай ақша табам, мен аның бәрін таратамын осылайынан дедім. Сосын аппақ машина аламыз, содан біз Әл-Фарабидің жоғары жағында тұрамыз деп мен бір қиялымды айтам. Мамам айтады бүйтіп, бауырларын жинап, Арайдың көңіліне қарайсаңдар, ол ауырып жүр. Мен аны естимін. Қияли. Қияли болып қалған, кішкене сөйтіп қалған шығар, енді қызының қасында өстіп болса да өз көңілін өзі көтерсін деп. Но менің ішімде басқа бірдеңке. Мен өмір сүретінімді сезіп тұрмын. Бірақ ешкімге сендіре алмаймын. Анау айтады, олар ойлап жүр өледі деп. Күнде таңертең қарайды маған, ояума деген сияқты. Шашым өспейді, кірпік шықпайды деген сияқты. Сол бір моментте мамам айтты, мама дедім, қой мен Алматыға кеттім жұмысқа. Мен не үшін оқыдым бәленбай тілді? Дедім, звондадым түріктерге. Маған жұмыс керек деді. Мен олмен әкемнің кезінде жақсы араласты, бәрі дастархандас болып. Кел деді. Келдім, түрімді көрді, ештеңке деген жоқ. Оқыған адамның аты қандай? Ештеңке деген жоқ. Сенің қолыңнан келетін біз білеміз, сен КТЛ-да мынандай оқасың, мына жұмыс істей аласың ба деді. Істеймін дедім. Мен аудармашы болдым ол жерде. Аудармашы болған кезде шайларымды жасап бердім мен бәрін. Мен айттым, маған көбірек ақша керек, мен қарызбын дедім. Не жұмыс бар, мен істей беремін дедім. Содан бопты деді, түріктер алды. Содан жерде жұмыс істедім. $100 төлейміз деді, квартираның 3000 теңге кезі. Содан $100 ол да жетпейтін болды. Сосын тағы да үлкенірек бір жерге жіберді мені. Ол жерде де қатты келіспеді. Ол жер енді мықты гостиница болғаннан мен түрім қатты келіспеді деп айтайын адамдардың қабылдауына. Содан жарайды деп ол жерден кетіп, маған көбірек ақша табу керек болды. Срочно көп ақша тауып, ана адамдардың қарызын тарату. Бірінші очередь осы болды менде. Денсаулықты да қойдым мен, ауырып жүргенді де қойдым. Как будто ауырмайтын сияқты сезім пайда болды менде. Шашым жоқ, түс қалады. Елдер көшеден сұрайды, неге сонша арықсың, неге шашың түс қалған деп. Айтам, бұл американский стиль. Сендер білмейсіңдер ма деп. Адамдар өздері біртүрлі қарайды. Вообще ол нәрсеге берілмедім. Бірақ ішім өртеніп атты. Неге мен 20 жасында бүйтіп қалдым, неге деген сияқты. Өзіме қойдым, бірақ ешкімге айтпадым. Үйден шығып бара жатқанда мамам айтты, осы жаман ауру осы жерде қалсын деді. Бұны адам баласымен бөліспе деді. Сол кезде документі бар, бәрі қалды. Инвалидті бермейтін болдым, сотқа беретін болған басында, оны да бермейтін болдым. Бір аяғың көрде, бір аяғың төрде тұрып, ешкіммен алыспа деген сөздер болды. Жарайды деп тастап кеттім. Мен барахолкаға келдім. Барахолкада ғана күшті жұмыс бар деді. Барахолкада жұмыс істеп жүріп, мен өзім барахолканың адам емес екенімді сезіп жүрдім. Бірақ мен Құдайға айттым, маған қазір ақша керек. Мен қазір қандай адам, қандай мен білмеймін дедім. Маңызды емес. Маған дәл осы сәтте қарыздан құтылу керек дедім. Барахолканы бірақ қатты қабылдай алмадым. Көрген адамдар деген, ойбай, сенің әкең сені бұндай жерден көрем демеп еді ғой деген сияқты нәрселер айтылады. Күнде үйге келіп жылаймын. Бір күнде жиналып Турцияға кетіп қаламын деп ойлаймын. Кете алмайсың. Қызың бар кішкентай. Мамам ауырып қалды арасында мені уайымдап деген сияқты. Ана қарыз бар. Күнде барахолкаға келем, өзімді барахолкада емес сияқты сезінемін. В общем, не керек сөйтіп жүріп барахолкадан көп ақша таптым мен. Көп ақша таптым. Сөйтіп жүріп мен ойладым, менің бастығым Қытай болды. Ана Қытай менмен жасты. Күшті ақша жасайды, мен оның продавецімін. Сосын ойладым, мына менмен жасты Қытай күшті ақша тауып отыр ғой, мен неге таппаймын деген сұрақтар болды. Өмірімде всегда сұрақпен ғана шықтым. Ешкім жолымды ашып бермеді. Сөйтіп жаңағы Қытаймен бір моментте Қытайдың саудасы қатты күшті болды. Уже елден қарызын тарата бастадым. Уже үйдегілердің де нелер өзгере бастады. Болды, соғым сойып алайыққа көшті. Ананы алып алайыққа. Сосын мен мамам айтты, үй тола бастады. Үй тола бастады. Кішкене андай нәрселерді әкелемін. Қарыздар көп келмейтін болды. Крупнылар тұрды, аздан-аздандарын беріп аттым. Содан кейін сондайға ауысқан кезде мамам айтты, мама дедім,
мен білмеймін дедім, сендер қалай, но мен Құдайға сөз бердім дедім. Анадан мені қарғап отқан кезде, менің қолыма ақша тигенде мен аузыма қара су тамызбаймын, мен елдің қарызын беремін деп айтқан едім Құдайға дедім. Мен осы қарызды беріп тастайыншы дедім. Одан кейін соғым жейсіңдер ма, не істейсіңдер, ары қарай өздерің білесіңдер деп. Мамам ренжіп қалады. Не болады ол жесе депші. Айтам, мама, берілген сөз деген нәрсе бар. Деп айтам мен. Уәде. Уәде деген нәрсе. Құдайдың бір аты. Деп айттым мен. Айтады, кімге айтып жүрсің оны дейді. Түсінбейді олар мені. Мен мүлдем бір басқа адам болдым. Айтам, мен оны Құдайға айттым. Құдайдың қайда екенін де білмейді бұлар. В общем, сөйтіп соны бәрі қарыздың бәрін бітірген кезінде, мен сол кезде, сол екі ортада мен 10 жылдай жүріппін барахолкада. Сол кезде мен всегда мынандай нәрсе болды. Мен больницада жатқан кезінде мен массажмен тұрғызды ғой, негізінде орнымнан. Реабилитация. Массаж маған ішімнің бәрі жабысып қалған, спайк болып кеткен, ана 25 килограмм болғанда вообще дистрофикпін ғой, былайша айтқанда, құры сүйек. Сол кезде ана ішектің жыбырлауына маған массаж әсер еткен. Сол кезде маған висцеральный массаж жасаған еді сол жерде врачтар. И сол кезде мен қарын ашқанымды, мына аяғымның сезбейтінін, памятімнің кетіп қалғанын бәрін мен массаж жасау арқылы түсіндім да. Деп мен бауырларым танымай қалған кездерім болды жаңа дәрінің әсерінен. Сол кезде соның бәрін қалыпқа келтірген массаж еді. Сол кезде мен больницадан шыққан кезде өзіме бүйтіп айттым. Так дедім. Профессор орнына қоймады, психологтар қоймады, бүткіл адам, бүткіл әлем жоқ деп тұрған кезде мына массаж мені орнынан тұрғызды. Мен мынаны түптің түбінде бір зерттеймін дедім. Бірақ ол нәрсені кішкене қоя тұрдым қарыз болғаннан кейін. Қытайға барған кезімде жаңа сауда істеп, жаңа Қытайда ақыры Қытаймен араласып жүріп, сол Қытайға сауда істеуге шығып кеттім. Сол Қытайға барған кезімде китаянкалар келіп тұрады, массаж деп. Содан кейін жаңалар жасаған кезде түсіндім. Мынаны мен зерттеймін деп едім ғой деп. Содан бастап мен қытайлардың арттарынан қалмаймын. Уже барам, ана нәрсені үйретем, үйреніп алам, курстарына қатысам, бірақ сертификат алып бір сұмдық болайын деп ойламаппын. Просто бұл не нәрсе деп зерттедім. Зерттеп жүрдім. Сол кезде мен қытайларға айттым, менде осындай жағдай болған деп. Сол кезде айтты, сенің денеңнің бәрін деді химия күйдіріп тастаған деді. Саған обмен веществ керек деді. Деп олар маған сетевойдың бүткіл нәрселерін жазып берді. Осыны ішесің, осыны бүйтесің деген сияқты. Сол кезде 25 килограммнан 35 килограммға семірдім мен. Ол мен үшін семіздік болды. Мен көтере алмадым. Мен өмір бақи каблукта жүрген адаммын, и маған ана 10 килограмм менің каблугыма ауыр болды. Мен каблукты да қысқартқым келмейді да. Мен каблукпен жүремін. Бірақ салмақ кетіп бара жатыр. Бірақ салмақ кетіп бара жатыр. Содан кейін 35 килограмммен жүрдім, соң Қытайға барып айттым, мен жүрегімді қысады дедім. Сөйтіп айттым, жоқ деді. Саған 40-45 килограмм керек саған. Сен онымен деген болмайды, мынау сенде дисбаланс организмде. Дегеннен кейін 40 килограммға дейін семірдім мен, и сол жасыммен 40 жасыма дейін жүрдім. Фигураны өзгертпеген күйде, өйткені фигураңды қатты өзгертуге болмайды деді. Анау нәрсенің бәрі күйген, анау қалыпқа келу үшін саған осындай қағидамен жүресің деді. Бопты деп құйып алдым. Денсаулыққа керек нәрсені мен сразу құйып аламын, өйткені мен төсек тарап жатқан адаммын, оның жағдайын жақсы білемін. Содан кейін барып жүрдім. Барахолкадан кеткім келеді деген нәрсе уже қарын тойғаннан кейін жағдай жасалды, қарыз берілді, үй алынды, қыз өсті, ол Қытайға оқуға түсті. Бүткіл жағдай өзім үй жайымның бәрін реттегеннен кейін маған барахолкадан кету керек деген нәрсе пайда болды. Сөйтіп жүрген кезімде Құдай оңлап, не айтамыз, не ойлаймыз бәрі болады ғой. Бір күнде барахолка өртеніп кетеді. Саған керек емес еді ғой деп. Өртеніп кетеді, дымым қалмайды менің. Бірақ сол барахолкадан жинаған ақшама мен Алматыда Әл-Фарабидің жоғынан үй алам деген ақшам еді. Арманыңыз тағы. Арманым бар еді. Соны жаңа табарға саламын. Воскресенье күні, вторникіден понедельник деймін алады, вторник күні сатам деген кезде вторник күні өртеніп кетеді таңғы сағат 5-те. Бірақ сол өртенген кезде менің ішімде қатты қуаныш болады. Менің арманым барахолкадан құтылу еді ғой дедім. Ана бәленбай миллион ақша үйге деген өртеніп кеткен деген маған қатты қиналыс әкелмеді. Бүткіл елді телевидение шақырып, бәрі жылап, ақшамыз кетті, анау мынау деп. Яғни жаңа есік ашылады дедіңіз. Прям машинеме отырдым да, айландым да, кеттім. Прям сол кез Әл-Фарабидің бойында кетіп бара жатқанда айттым, не деген қуаныш мынау дедім. Мен как будто өзімді еркіндікке шыққандай сезіндім. Өйткені барахолкадан кете алмаймын, неге? Өйткені ақша ғой. Ақша деген құйынға байланып қалсаң, адам өзінің деңгейін де білмей қалады ғой, негізінде базар деп жүре бересің. Деп сол жерден кеттім, содан кейін келдім, өзім всегда бастық болатын сияқты состояниеде жүрдім. Өйткені әкем айтатын, арайды майда жұмысқа араластырмаңдар. Бұл бастық болады, арайға адам қызмет жасайды. Деген нәрсемен өсіргеннен кейін всегда сөйтіп әкеме барып бет басын айтатын, сен бастық болады деп едім, что-то мен базарда жүрмін, не болып жатыр деп сөйлесіп кетемін арасында барып. Сол кезде бірақ бастық болады дегенде барахолкада жүрген кезде сразу продавец алдым мен. Өзімді бастық сезініп жүрдім. Құр ақшамды барып жинап кетемін деген сияқты. Кейін ресторан аштым. Бірақ мен сол кезде адамдарды сезіп жүретін едім. Жаңа балалардың ауырып қалғанын, бүйтіп жіберсем ұйықта қап деген сияқты нәрселер менде бар еді. Бұл чувствительность баяғыдан болды. Бірақ мен содан кейін емшілерді зерттедім арасында. Сөйтсем емшілер 500 теңге 1000 теңге алады екен.
Сосын айттым, менің арманым қымбат дедім. Мен 500 теңге, 1000 теңгемен мен ол армандарыма қол жеткізе алмаймын. Менің арманым Әл-Фарабидің жоғарыда тұру деген сияқты да, енді қызымды оқыту, ол тек қана Қытаймен шектелмесін деген сияқты нәрселер бар менің ойымда. Қарасам, емшілер сондай ақша табады екен. Сосын айттым, жоқ, мен адам емдемеймін дедім. Бірақ мен қатты сеземін. Біреу тұрған кезде бір жерін ұстағым келіп деген сияқты болып тұрады. Сосын айттым, жоқ дедім. Мен оны жасамаймын дедім. Содан ресторан аштым, мен ресторан айландырдым. Ол жерде де мен ақшаға тойдым. Қатты күшті жүріп кетті ресторан, новый ресторан. Табысты болдым бүткіл жерде. Одан кейін барып, мен ештеңке істемейтін неге келдім. Қазіргі айтқан тілде психология, выгорание деген нәрсеге. Айттым, тек қана ақша таба берем ба мен сол кезде негізінде деп ойладым. Енді ішіп жеу, қыдыру дегеннен вообще проблема болған жоқ. Үйдегілерге беру деген сияқты, олардың жағдайын жасап, әкемізден қалған кішкентай балаларды оқыту деген мен үшін проблема болмады. Мен оны бәрін спокойно істеп жүрдім. Бірақ өзім үшін ештеңке болмаған түсініп, сол нәрсені түсінген кезімде 2017-те мен ақырын адамдарға массаж жасағым келді. Жасайыншы деп. Орыстар Арай, у тебя дар деген нәрсе басталды. Это же дар деп. Мен қанша жылдан бері аяғым қақсаған, ну как ты сделала массаж, мне так легко стало деген орыстың кемпірлері. Это дар дегенді менің миыма құя бастады. Сосын дар деген нәрсені зерттедім. Қазақтарға барсам, қасиетің бар сенің. Қасиет дейді, иә. Сенің қасиетің бар деп. Сосын тағы ойласаң, қасиетсіз қазақ жоқ деген сөз бар. Сосын айттым, елдің бәрі қасиетті болса, менде бұл неге ерекше жаратылыс деген нәрсе болды. Сонымен соны зерттей бастадым. Сөйте елдің бәрі айтты. Елдің бәрі мені іздей бастады. Сен ұстаған жерің чөтті осылай болды. Ауыздан ауызға тарай бастады. Ауыздан тарай бастады. Мен қашам. Мен ешкімнен ақша алмаймын. Мен ойлаймын, 500 теңге, 1000 теңге, менің басында 500 теңге, 1000 теңге деген жоқ. Айтамын, мен істемеймін ондай нәрсеге. Лучше мен тегін жасап бере салайын деген сияқты. Сөйтіп жасап жүріп, 2020-да по полной программе мен осыған келдім. Өйткені 2020-да адамдар қатты ауырып жатты. Пандемия кезінде адамдар қатты ауырды. Мен сол кезде жаңағы бір министр айтты ғой, адамдар қан қоюланғаннан кетіп жатыр деген кезде мен сол нәрсені прям жүрегіме сездім. Сол кезде мен ақша үшін келмедім. Қой дедім, мен бойымдағы бар нәрсемен адамдарға көмектесейін деген нәрсемен келдім. Ол кезде кабинетім бар еді. Кабинетіме барып адамдарға жасай бастадым. Сосын айтты, қалай біз деген суды сезбей тұрған кезде судың дәмін сездік, мұрнымыз сезбегенде қалай ашылды деген нәрсені айтты. Сенің қасиетің бар екен ғой деген сияқты. Дедім, жарайды дедім, қасиет па не екенін білмеймін, но факт қаның айланып жатыр дедім, кішкене жеңіл дейсің деп айттым. Қасиет деген нәрсені біреуде бар, біреуде жоқ дегенде қабылдай алмадым. Өйткені адамдардың бәрін бірдей жараттым деген ғой Құдай. Енді мен 5 жылдық діннен хабарым бар адаммын. Бәрін бірдей жаратқан кезде неге бұлай болды екен менімен деген сияқты нәрсе де болды. Алла разылығы үшін деген сөздер қаптады сол кезде. Ойладым, Алла разылығы үшін деген тегін жасау керек па сол кезде, қалай ол деген. Мен тегін деген нәрсені өзім қабылдай алмайтын адаммын. Мен біреуге тегін жасайды дегенді де қабылдай алмаймын. Негізінде қалай сол кезде мен тегін жасаймын, тегіннен тегін сол кезде мен тамақ ішпеймін ба деген сияқты нәрселер болды. Кім сол кезде мені асырайды деп. Одан бір кезде бір ақылдылар шықты, егер сен тегін жазсаң Құдай асырайды деп. Құдай қайда деген сұрақ. Құдай қайда ол? Кімнен береді? Үнемі сұрақпен жүретін адам. Үнемі сұрақ менде. Құдай саған көмектеседі. Айтам, қалай көмектеседі ол маған? Көрем ба мен оны, или келем ба ол? Мен, например, 2-ші классынан 13 жасымнан деп айтайыншы, толыққанды дінге келатқан адаммын. Мен көрген жоқпын Құдайды просто деп айтам елдерге. Діннің адамдары үйтіп айтпа, Құдай сақтасын дейді. Қалай ол деймін да, неге олай қорқыныш сендерде Құдайға туралы деген сияқты менде көп сұрақтарым болды. Сөйтіп 2020-да мен адамдарды ақша үшін емес, мен бойымдағы бар қабілетімді осыларға пайдаланайыншы дедім. Өйткені менің уже ұйқым бұзыла бастады. Мен түнімен ұйықтамайтын неге келдім. Ұйықтамаймын, түнімен жүрем. Ол кезде де Құдайға сұрақ қойдым. Не үшін мен түнде оятасың, елдің бәрі ұйықтап жатса? деген. Менде всегда сұрақ болды осылайна. Сосын айтты, менің қолымнан не келеді екен негізі ұйықтамаған кезде? Дедім, мен бүткіл кітапты оқыдым сол кезде жатып. Мен бүткіл пайғамбарларды зерттедім. Содан кейін барып үлкен адамдар тығырыққа тірелгенде қалай шыққан деген сияқты нәрсенің бәрін зерттеп. Енді былай негативный жағын ойласаң, бәрі жаңа сахар болып кеткен, гормондар ойнап, айттым, жоқ, ондай болмайды. Ондай болса мен жатып қалуым мүмкін. Өйткені менде жаңа ауруға байланысты қорқыныш бар ғой. Одан мына жағына қарай кетейін. Деп сол моментте бір түріктің несін оқып қалдым, кітабын оқып отқан кезінде былай айтыпты: егер сенің өміріңде осындай бір қиын сәттер болып жатса, алдыңда бір дауыл тұр, сол дауылға тұру үшін сен біраз Құдаймен тілдес деген. Осындай бір, қазір қазақша аударып отырмын, түрікше оқыдым сол кезде. Құдаймен қалай тілдеседі екен деген сұрақ болды. Бір моментте мен тек қана дінге кеттім.
Тек қана мен күндіз түні садақа жасайтын болдым, құлшылық жасайтын болдым, намаз дегеннің түр-түрін үйрендім, мен салауаттың түр-түрін үйрендім. Уже менің бауырларым маған бүйтетін болды, сенде бәрі нормально ма дейтін болды. Вот тамақ ішпейтін кездерім болды. Ешкім келмейді. Вот осындай бір состояние болды. Тақуалыққа. Сондай бір кез болды. Ол менің мамам өмірден қайтқан кез еді. Ол кезде мен 27-тен бір 37 жасыма дейін осы бір сәтте болдым мен. Жұмыс істеп жүрдім, бірақ ұйқым жоқ. Сол бір нәрсенің бәрі келіп, мені осы пандемияға дайындап алып кепті. Пандемия кезінде менің қара су ішетін уақытым болған жоқ. Адам үзілген жоқ. Адам енді секундқа үзілген жоқ. Мен обед ішейінші десем, жоқ дейді. Адамдар кәдімгідей жоқ дейді. Енді адам жаны қиын ғой. Жоқ дейді. Сен ішпе дейді. Мен дәретханаға шыға алмаймын. Шықсам коридор мені бас салады. Бірақ бір қызығы, мен тоқтамай жұмыс істедім. Мен шаршау дегенді білмедім. Мен таңертең таң намазын адамдармен келісіп алам. Уақыттарыңыз болса келіңіздер. Үйіліп келеді адамдар. Енді адам бәрі сол бір қорқыныш бар, бәрі бір намазға кеткен кездер болды ғой сол кезде. Адамдардың бәрі келеді. Түнгі сағат 2-ге жасаймын мен. Жаңағы нені охранамен келісемін сол жердің. 2-ден кейін 3-4-ге дейін просина жуамын мен. Просиналарды жуам, өзім үтіктеймін, сосын жарты сағат көзілем, 4-5-те қайта бастаймын. Өстіп мен пандемия кезінде 1 жыл жұмыс жасадым. Жалғыз өзіңіз? Жалғыз өзім. Сосын уже қасымда 1-2 массаж сала бастадым. Өйткені жаңағыдай адамдар аналарды қабылдай алмайды. Өйткені сенің қасиетің бар дейді маған. Қолың бөлек. Сен қолың ұстаған кезде, қуатың бөлек дейді ғой. Ұстаған кезде біздің көзіміз ашылатын сияқты дейді. Бір денеге тікен кірген сияқты деген нәрсені айта бастады. Осы сәтте мен бір қатты ауырып келген адам келді. Энерготерапияға қалай келдім? Қатты ауырып келді. Ана адамның ішінің ауырып тұрған сезем мен. Білмеймін қалай, но бір какой-то бір информация келеді маған. Ішін ұста деген. Ішін ұстап отырып, мен ана адамның ішкі құрылысына түсіп кеткендей болдым. Как будто мен бүйрегін орнына қойып атқан сияқты болдым. Бауырын бүйтіп жан-жағым адамдар қарасам, бәрі нормально қарап отыр екен. Оны мен ғана сезіп отқанымды біліп қалдым. Содан кейін барып мен зерттей бастадым. Так, мен қуа бастаған жоқпын, адамдарды ұстап уже ішкі органдарын сезіп жатырмын деген сияқты. Не бұл деп. Сол кезде орыстар энергия деген әңгімелер шығып жатыр екен. Сол жерден бір ссылкасын ашып қарасам, энергиясын тексеру керек, кейбір адамдарға массаж жасауға болмайды, олардың энергиясы көп деген сияқты. Сонымен ұшып отырып Москваға барамын мен сол информациямен. Сол кезде менің энергиямды тексеріп, орыстар айтады маған, саған массаж жасауға болмайды дейді. Сен жасаған кезде сенің ақылың өшіп қалады дейді. Сен байқамай біреудің сүйегін сындырып алатындай сенде күш бар дейді. Содан мен таңғалып қаламын. Енді маған келетін бір екінің бір грыжа деген сияқты ғой. Бізде қол ұстамайды деген сияқты. Ананы бүйтіп ұстап тұрып бүйткен кезде олар сразу қалпына келеді. Осындай бір сәттер болды. Содан кейін сол кезде маған орыстар айтты, жасама деді. Сен тек қана прикосновение жасашы деді. Сен адамдарды емдейсің деді. Это у тебя дар от природы деп. Сипағаныңның өзі ем. Сен сипап қана жасашы деді. Вот саған Құдай сенің жүрегіне осылай салған деді орыстар. Содан орыстарға сенбей кетем мен. Содан айтам, қалай ол деймін. Содан кейін бастап мен қорқып қалдым. Енді ақсақ келген адамның сүйегін сындырып жіберсең, ол енді доказать ете алмайды ғой мен екенімді. Дәлелі жоқ қой мен сындырғанымнан, например, өзі сынып тұрған шығар мүмкін деген сияқты. Содан кейін мен адамдарға уже кері әсер беріп қоймайын деген нәрсе болды. Энергияны зерттей бастадым мен. Сөйтсем сол жерде тек қана прикосновениемен омыртқаны тартуға болады екен, қолды орынға қоюға болады екен деген техникалар бар екен. Олар қатты қымбат. Ең арзаны 1 миллион теңгеден былай қарай. Енді ондай қатты ақшам жоқ менің. Жаңа қасыма 2 массаж салып алғам. Екеуі де жаңағыдай пандемия кезінде күйеулері тастап кеткен әйелдер. Оларға ақша беріп отырам, аренда бар деген сияқты нәрселер болғаннан кейін мен Құдайға айттым. Мен мынаны зерттегім келіп тұр. Одан артық 1 миллион теңге керек екен оған дедім. Оқуға. Оқуға керек екен дедім. Ар жағын зерттесем 1,5 миллион, 2 миллион деген сияқты солай екен. Айттым, білмеймін, зерттегім келіп тұр деп прям өзім сөйлестім осылайына. Оған 1 миллион теңге керек екен. Болып жатса кеттік, болмаса мен сипалап та емдей берейін дедім. Енді қатты 1 миллион теңге табатыныма көзім жеткен жоқ. Сөйтіп отқан кезінде келесі айда қараймын 1 миллион теңге қалған. Айттым, мен Құдайға айтқан сөзім бар, тоқта деп зерттей бастадым. Оқиын деп. Сол кезде маған айтты, сен біреуді емдегің келсе, сен бірінші өзіңді зертте деген нәрсе. Өзіңді зерттеу деген не ол деген басталды. Сол кезде мен жаңағы ауырып жатқан кезіндегі тастап кеткен күйеуім, басқа қатын алам деген ата-енемнің сөзі, жаңа қарыздардың қарғыстары бәрі менің денемде сақталып тұрғанын мен түсіндім. Осы нәрсенің бәрін босатасың,
Одан кейін сен бір канал боласың, канал сен арқылы келіп кету керек. Ол денсаулық, ол ақша, ол адамға деген махаббат. Барлық адам канал болуы керек деген сабаққа бардым мен. Бірақ оның алдында тазарып алу керек өзі. Иә, обязательно тазару керек. Өйткені біз неге адамдар жек көріп қаламыз? Өйткені біздің ішімізде емделмей тұрған нәрсе бар. Құдай бір адамды жіберген кезде, сенің ішіңде осы жара бар, міне мынау, емделіп ал деген сөз. Негізінде зерттей келе, мен, например, жаңағындай кемпір шалдарды қатты қабылдай алмадым. Бұлардың бәрі негатив қарғай береді деген сияқты. Өйткені ата-енемнен сондай нәрсе естідім ғой. И мен қатты айтамын, нормально кәртею де керек негізінде деген сияқты. И мен надандықпен күресе бастадым. Например, мен ең бірінші таңғалған нәрсем, жастар өскенде блогер боламыз дейді. Айтам, ол не блогер? Деп. Мен де күрестім біраз тегін кітаптар апарып, мен садиктерге тарқаттым. Балалар блогер деген болмайды. Не ол блогер деген сияқты. Осындай бір нәрселер менде күрес бола келіп, сонымен общем сол энергиядан өзімді зерттеп жүрген кезде маған не ішіме қарсыластырып тұрған деген сұрақтар болды. Сол кезде менің әке-шешемнің өмірден кетуін де мен қабылдай алмағам. Мен всегда бейт басына барып сол айтатын едім, неге сендер кет қаласыңдар? Жарты жылда оқыттыңдар, тоқтыңдар, қалай ол? Жарты жылда лақтырып кеткендерің қалай? Деп мен әке-шешеме ренжіп жүргенімді де түсіндім. Хотя реніш деп ойламайды адамдар, а на самом деле мен ренжіп жүр екем. Деп мен өз өмірімді өзім қиындатып, прям денемнің бәрін қатырып тастаған адам екенімді осы энерготерапияда түсініп, соның бәрін босатқан кезде мен уже адамдардан результат шығара бастадым. Ұстаған кезде жүріп кетеді деген нәрсе сол кезде басталды. Ол массажсыз да, қиындатпай-ақ та деген нәрсе басталып, содан мен жаңа массаж әлемін құрып, жастарға жұмыс беріп сол кезде массаж әлемін құрып қойғаннан кейін өзімді зерттеп, энерготерапия деп, одан энерготерапия арқылы да адамдарды емдейін деп, денсаулық лагерін сөйтіп алып келіп, адамдар солай емдеп жатырмыз қазір. Денсаулық лагерінің жұмыс істегеніне қанша уақыт болды бүгінде? 3 жылдан асты. 3 жылдан асты, а массаж әлемінің құрылғанына уже 5 жылдан асып бара жатыр. Алматыда? Алматы қаласында. Бүгінде қанша адамды емдеп шығардыңыз? Енді осы 3 жылдың ішінде? Шамамен енді 5.000-6.000 шығар енді. Бірақ санау керек, или 10.000-нан да көп болуы мүмкін. Өйткені біз 30 адамнан айына 2 рет жинаймыз адамдарды. Айына 2 рет, кейде адамдар сыймай қалады деген сияқты, ренжиді, жатар орын бермейсің деп, берем, өзімнің үйім бар Алматыда, соны беріп қойдым. Өйткені карантинге жататын жер болмады ғой. Содан басталып кетті. Жатыңыздар деді, мен үйімде, мен өзім қаланың ішінде тұрам, Благоустройка деп, лайық кетейін, мына үйімді сіздерге берейін деп. Бірақ адамдар соны ренжиді. Біз жатар орын қалмай қалды деген сияқты. Айтам, мен қолымнан келіп тұрғаны осы. Сонда сізбен кездесем деген адамдар бір жері сынған адамдар ма, әлде ол жанының ауруын, дертін жазам деген адамдар ма? Негізі ауру деген, сұранысы қандай? Ауру деген нәрсе, менің ойымша, бұл адамды ояту деген сөз. Ояту деген сөз. Мен адамдарға сөйтіп түсіндіріп айтам, ауру деген ол өлу деген сөз емес. Ауру деген ол өзіңді ояту деген сөз. Құдай саған оян деп шанс беріп тұр. Адам ауырғанда ізденеді ғой. Врачқа барам ба, қайда барам деген сияқты. Сол үшін бізге келетін адамның көбісі ол жан дүниесі ауырған адамдар. Жан дүниесінен бір денелерінде бір түсініспеушілік бар. Құдай оны ашуға жол береді оларға, бірақ адамдар оны қабылдай алмайды. Өткен өмірлерімен бағалайды да. Содан кейін новый таңертең келіп тұрған энергияны қабылдамайды олар. Күнделікті келіп тұрған. Қабылдамайды да, бұрынғылармен шешім шығарғаннан кейін ол энергия денеде кері әсерін береді. Кері әсер берген нәрсе ол ауру болады адамды. Сол үшін ал ондай жан ауруы бар азаматтар мысалы неврологқа бару мүмкін, психотерапевтке бару мүмкін, я болмаса тіпті психиатриялық аурухананың невроз бөлімі бар. Сол жақта неге емделмейді? Неге сіз ресми медицинаның қасындағы альтернатива болып отырсыз? Сіз қандай жолын ұсынасыз емнің? Мен өзім 1 жыл дәрі іштім. Двойная доза химия алдым мен. 1 жыл дәрі ішкенім, ол туберкулезный дәрі. Мені онкологиядан шығарып тастады ғой. Болмай жатқаннан кейін, шығарып тастағаннан кейін мені туберкулезный больницаға жіберді. Өйткені тегін солғана, өйткені бізден алатын ақша жоқ уже деген сияқты. Енді мен неге бұлай ұстанам? Өйткені мен 1 жыл дәрі ішкен адаммын. 1 жыл мен система алған адаммын. Мен төсек тартып, мен дәріден оңалған жоқпын. Содан мен білем, ол менің жан дүниемнің күйзелісі екенін. Мен адамдарға айтам, жоқ, кейде врачтардың істейтін нәрсесі болады. Мәселен, сен соқыршек болсаң, енді мен энерготерапиямен әлдилеп отырамаймын мен. Соқыршек ол соқыршек, ол бару керек больницаға. Инфекция түскен болса, больницаға бару керек. Бірақ больница емдей алмай жатса, мәселен, сенің асқазаның ауырады, өмір бақи дәрі ішіп жүрсің, емдей алмай жатсың ба? Ода сенің, значит, ішкі жан күйзелісің бар. Осыны қалыпқа келтіру керек деген сияқты айтып түсіндірем, әр адам таңдауымен келеді. Олай болса, жанның ауруы тәнге түскен кезде,
иә, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, соқыр ішек я болмаса асқазан ауыратын болса, ол кезде кәдімгі стационарлық дәрігерге жүгінуге болады. Ал мына жерде шынымен де адамның жанына батқан кезде дәл сіз сияқты энерготерапевттерді іздейтін шығар, иә? Деп ойлаймын мен. Өйткені біз мен өзім бүткіл не үшін дәрі ішкенім бәрін сол энерготерапия кезінде түсіндім. Бір қызығы, адамдар ойлайды ғой, біз біреуге барсақ, ол біздің өміріміздің ответін береді, жауабын береді деп ойлайды. Ал бұл өмірде жауабын бермейді ғой ешкім. Сіз неге ауырдыңыз олай болса? 10 литр су қайдан пайда болды? Осы 10 литр су менің жан дүниемді ешкім тыңдамағаннан. Адам қай кезде ауырады, тыңдалмаған кезінде ауырады. Мен оны кітаптардан да оқыдым, соң айттым, мен сол кезде ешкім тыңдамады ғой, действительно мен жүгіріп анда бардым, мында бар. Соң ол менің ішіме түсіп кетті. Қазақ айтпақшы, ішке күйік түсіп кеткен ғой сол кезде. Оны ешкім шешпейді, өмір осы деген сияқты. Сол үшін адам тыңдалмаған кезде ауырады. Адамды тыңдау ол алақанмен. Менің түсінігімде ол энерготерапия ол солай. Өйткені адам алақанымен тыңдаған кезде алақанда бір нүкте бар. Осы нүкте іске қосылған адамның жүрегі іске қосылады. Жүрек іске қосылған кезде табандағы нүкте іске қосылады. Сол кезде сен алдыңдағы жатқан адамға өзіңнің алақаның арқылы мен жүрегіммен сені емдеп аяғыңа тік тұрғызамын деген сенім бересің. Бұл сезім. Тек қана Құдаймен ғана екі ортада байланыс болатын. Мәселен біз Құдайды көрмейміз ғой, бірақ сеземіз бізге бір көмек беретініне деген сияқты. Тура сол сәтте мен алдыма келген адамның денесін ұстаған кезімде мен барлық нәрсені Құдайға айтам. Мына адам сені іздеп маған кепті. Сен енді мына адамның жақсы болатынын менің жүрегімнен шығарасың да білмеймін қалай, но бұл адам жақсы болу керек. Өйткені бұл бір дертіне дауа іздеп жүрген адам. Точно мен емес екенімді білемін мен. Бірақ ол сен деп мен бәрін қойған кезде менің алақаным сыйды, алақаным сығанда менің жүрегім сыйды. Жүрегім сығанда менің табаным сыйды. Осы 3 точка бірге жұмыс жасайды. Сосын адам тұрған кезде қалай болды дейді. Сосын айтам, мына өмірде болып тұрған нәрсенің бәрі саған қойылып тұрған сұрақ. Жауап сенің ішіңде. Ал жауап неге шығара алмайсың? Өйткені адамға жылу жетіспейді. Адам тек қана құшақтай салу керек, болды. Сол кезде ол ішіндегісінің бәрін айтады ғой. Былай болды деп өзінің жаңағы таппай жүрген сұрақтарының жауабы өзінде екенін түсінеді. Мен ешкімге жауап бермеймін. Бәрі айтады, мынандай болып жатыр, балам үйленбей жатыр. Мен білмеймін ғой оны. Яғни сіздікі тек қана массаж емес, сіз психологиялық та көмек көрсетесіз сол арқылы. Жаны мен тәніне дауа іздеген азаматтардың көңілін аулайсыз. Көңіл ғой, көңіл деген қазақтың сөзі, ол қатпар мағынасы көп дүние ғой. Bir ғана көңілді көтердім, я болмаса көңілімді кір басты деген сөз емес. Оның қатпары көп қой. Демек біздің қоғамымызда бүгін расында да бес батпан жүкті жанымен көтеріп жүрген адамдар өте көп қой. Күніне қанша адам қабылдайсыз? Біздің қоғам олай болса қандай жағдайда? Біздің қоғам енді былай деп айтсам, бізде психологтарды қатты бағаламайды ғой негізінде. Бірақ бұрын психологтар кімдер болды? Олар көрші қолаңдар болды. Олар туған туыс болды. Бәрі араласты, ішіндегі нәрселерін айтып алды. Ал қазір ондай жоқ. Қазір бәрі ешкіммен сөйлеспейді, бәрі іштеріне кіріп кеткен. Одан кейін барып психологқа бар десең, жоқ дейді. Бұрын апалар бүйткен. Бұрын апалар болды. Бірақ біздің ауырып жүрген адамдар енді білімсіздіктен деп ойлаймын мен. Білім жоқ. Білімі бар адам ауырмайды менің ойымша. Ол ізденеді. Ал білімсіздік болғаннан кейін олар бұрын апам бүйткен, апам қорғасын құйған деген сияқты. Бар. Ол біздің салт дәстүрімізде бар. Бірақ ол нәрсеге келу үшін де білім керек қой. Бізде кішкене надандық, денсаулыққа байланысты надандық жаулап тұр қазіргі сәтте. Өйткені жаның не деп жатыр, тәнің сенің соның формасын алып келіп жүр. Психосоматика, Өйткені дінде де бар. Сенің ішіңде не бар? Сенің аузыңнан сол шығады дейді. Аузыңнан сол шыққан кезде әлем саған солған ана жауап береді. Аузыңнан шыққан нәрсеге ғана. Мен адамдарға айтам, ауырып жүрсің ба, значит сенің басыңдағы Құдайың ауру.
Әркімнің жүрегінде Құдайы бар деп сөйледі ғой біздің қазақ. Айтам, сенің жүрегіңде Құдайың ауру, рас сен ауырып жатқаныңа қарағанда. Сол үшін оны сауықтыру керек. Бүткіл жаңағы адамның эмоциясы деген жүрекке түсіп кетпеу керек. Бүткіл эмоция бізге керек. Адамдарда мындай түсінік бар, тәкаппарлықты жеңу керек, ренішті бүйту керек. Жоқ, олардың бәрі бізге керек. Бірақ оның бәрі жүректің деңгейінде ғана болу керек. Оны біз жүрекке кіргізіп, жүректен орын бермеуіміз керек біз оған. Өйткені біз ренжи аламыз ғой. Енді мен қазір ренішпен психологпен жұмыс істеп келдім, енді маған ренжуге болмайды деген болмайды ғой, ренжіп қаласың ғой. Адамсың ғой. Иә, адамсың. Тәкаппарлық деген болмайды, мен діннен хабарым бар. Отыра алмайсың ғой сен, тәкаппар болмасаң, сен кім көрінген басың кетпей ме сені? Өйткені тәкаппарлық та керек. Ол барлық эмоция керек, бірақ бәрі жүрек деңгейінде ғана болу керек. Бірақ біздің адамдардың бәрі жүрекке түсіріп алған. Ойбай, анаған көмектесем, мынаған көмектесем, ал өздері талан-таражға түсіп кеткен жан дүниелер. Мен айтамын, жүрегіңді махаббатқа толтырасың, адамдарға өстіп айтамын мен, толтырасың, құшағыңды бәріне ашасың, бірақ бәрін кіргізбейсің оған. Құдайдың бүткіл берген нәрсесін сен адамдарға бересің. Бірақ жүрекке кіргізбейсің ешқайсысын. Жүректің иесі Құдай деп айқайлап жүрген жоқсыңдар ма өздерің? Болды. Олай болса, қазір біз адамзаттың бәрін сүй деген Абайдың сөзіне келіп отырмыз. Бірақ сүюдің де сүю бар болып тұр ғой. Әрине. Бір шегі болу керек қой. Барлық нәрсе шектен асқан кезде ол саған кері әсерін береді. Мен адамдардың бәрін жақсы көремін. Мен айтамын, сендер бәрің аурусың ба, несің? Өздері аурумыз дейді. Мен ешкімді ауру деп айтпаймын. Просто фигураң өзгеріп кеткен деймін. Ол фигураны сақ еткізіп қалыпқа келтіруге болады. Оған тек қана сенің ойың ғана керек. Санаң. Сана керек, одан кейін дұрыс сұрақ керек. Дұрыс сұрақ деген нәрсенің жауабы жоқ. Олай болса, мен сіздің YouTube арнаңыздың атауынан ағалайыншы, мендегі мистика депсіз. Мендегі мистика деген нәрсе менің өмірімде көп деген осындай түсініспеушілік жағдай болды. Мәселен, жаңа ауырып қалғаным, аяқ астынан, онкология болғаным, оны аяқ астынан отрицательный болғаны, 1 жыл туберкулезный больницада жатқаным. Мен 1 жыл жатқан кезде мен 2 күннің бірінде өлген адамды көрдім. Мен басында жылап сондай болдым, кейін үйрендім мен. Менің жүрегім қатайды ол нәрсеге. Өледі екен ғой деген сияқты нәрселердің бәрі. Вот мендегі мистика деген. Одан кейін барып мен мамам неткен кезде маған айтты, саған тіл көз болған, сен үйту керек, бүйту керек. Мен емшіге барып көрдім. Емші айтады маған, сен өліп қалғансың дейді. Өліп қалғансың, жаның ұшып кеткен, құр сүлдең жүр, 10 күннен кейін өлесің дейді. Содан кейін менде мындай сұрақ болды емшілерге. Менің өлетінімді Құдай неге саған айтты деген. Енді өлетін мен, маған айтса білдіртсе қоштасам ғой хотя бауырларыммен деген сияқты сұрақтар болды. Вот осындай сол мендегі мистика деген нәрседегі түсіндірейін деп отқаным, адамдар барлық нәрсені өздеріне іздесе екен деген. Менің бойымда болған нәрсенің бәрінің сұрағын Құдай менің денеме салыпты. Әу баста. Білмеймін, ол әлмисақта ма, қай кезде екен. Яғни сіздіңше адамның ауру табатынында өзінен, емін де өзінен табады. Сұрақ қою арқылы, іздену арқылы, білім арқылы. Осы мәселеден менің коучинг саласына келуім де осы себеп. Өйткені мен өмірімде барлық нәрсеге сұрақ қою арқылы шығыппын. Менде бір жауап іздеген болмаппын мен ешқашан. Менде всегда бір емшіге барсам да сұрақ болып қалады менде. Неге менің өлім туралы маған айтады деген сияқтышы. Мен бармайтын болдым сосын ешқайда. Мен отырам, өзіммен өзім сұрақтарымды қоям. Сосын жауабын іздемеймін. Сіздерге мен мынандай бір кеңес деп айтпай қояйын, біз кеңес бере алмаймыз ғой. Просто мен өзімнің жүріп өткен жолымнан айтайын. Бұл мынандай нәрсе, қандай тығырық болса да, қандай, ол білмеймін, ол өлім деген сөз емес. Өмір осы жерде бітті деген сөз емес. Тура бір нәрсе сіздің жүрегіңіз жаралап тұрма, бұл сіздің өсу нүктеңіз. Вот сұрақ қойған кезде жауабы болатын болса, егер ол сұрақтың, значит оның әрекеті аз деген сөз. Егер оның жауабы болмайтын болса, оған әлем жауап береді деген сөз. Әлем деген ол қазіргі тілмен айтқанда Құдай. Құдай жауап берген кезде оның жауабын қайдан аласыздар? Келесі, енді ағылшынша айтайын, level up дейді ғой, сіздің келесі өсер жеріңіз, келесі деңгейіңіз, ол сіздің жаңа қойған сұрақтың жауабы. Сондықтан өздеріңізге қойған сұрақтың жауабын әлем жауап береді, әлем оны іс әрекеттеріңізде көрсетеді. Сондықтан қандай жағдайда болса да тоқтау, артқа кету деген жоқ. Біз 3 кезеңде өмір сүреміз: өткенмен, қазіргі және болашақ. Сол үшін өткеннен біз сабақ аламыз, дәл қазіргі сәтте өмір сүріп, ертеңіміз үшін дәл бүгін шешім шығарамыз. Сондықтан осылай өмір сүріңіздер. Бәрі оп-оңай болады. Тамаша. Бүгін қанша қиындықты айтсаңыз да, біз бүгінгі подкастты оптимистік бір нотада бітіргім келіп отыр. Өйткені шынымен де сұрақ, жауап өзіңнен, қымбатты көрермен. Олай болса, бүгінгі әңгімеміз сізге өмірге деген бір құштарлық сыйлайтын болса, құба-құп лайк басып, біздің арнамыздың
алға жетелеуіне бір ықпал етем дейтін болсаңыздар, комментарий жазып бізбен бірге болыңыздар. Көп рахмет, Арай ханым. Рахмет сіздерге де тыңдағандарыңызға. Рахмет.